Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы «Рухани жаңғыру жаңа биіктердің бастауы» атты кітап көрмесіне библиографиялық шолуды ұсынады. Кәкен Аханов «Тіл білімінің негіздері» Алматы өлке баспасынан 2013 жылы басылып шыққан, 560 беттен тұрады. Оқулықта тіл білімінің негізгі ұғымдары мен басты теориялық мәселелері қамтылған. Бұдан ширек ғасырдан астам уақыт бұрын жарық көрген бұл туынды жоғары оқу орындары студенттері мен оқушылары, аспиранттары мен мұғалімдері, тіл білімінің мамандары үшін құндылығын әлі жоғалтқан жоқ. Нұрсұлтан Назарбаев «Көші-қон және қазақ әлемі. Баяндамалар, мақалалар және сыр-сұхбаттар» Астана Фолиант баспасынан 2017 жылы басылып шыққан, 360 беттен тұрады. Дүние жүзі қазақтарының 5-ші құрылтайына орай жарық көріп отырған бұл кітапқа Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы көші-қон саясатына, сондай-ақ халқымыздың мәдениеті мен тарихына, бүгіні мен болашағына қатысты сөйлеген сөздері, жасаған баяндамалары, жарық көрген мақалалары мен бұқаралық ақпарат құралдарына берген сыр-сұхбаттары топтастырылған. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған. Ахметжанов Саян «Дала фольклорының антологиясы» 10 томдық, 1-ші том «Батырлар жыры» 2019 жылы басылып шыққан, 560 беттен тұрады. Дала фольклоры антологиясының алғашқы томы Батырлар жырына арналған. Оның көне эпос деп аталатын 1-ші бөліміне Құламерген, Дотан батыр жырлары, Батырлар жыры деп аталатын 2-ші бөліміне Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, Қамбар батыр, Ертарғын, Ерсайын, Ер едіге, Шора батыр сияқты классикалық эпостың таңдаулы үлгілері топтастырылған. Кітаптың аудиожазбасы мен электронды нұсқасын көрсетілген QR-код арқылы танымал порталдар мен сайттардан жүктеп алуға болады. Антология мектеп оқушыларына, арнаулы және жоғары оқу орындарының студенттеріне фольклорлық мұраны қастер тұтатын қалың оқырман қауымға арналған.